Балаларымыз білікті маман болсын десек, ең алдымен орта білім сапалы болу керек. Білім беру жүйесі еліміздің ең ірі салаларының бірі. Бүгінгі таңда оқу-ағарту министрлігінің құзыретінде 22 мыңнан астам білім беру ұйымы бар. Бұл 11 мың балабақша, 8 мыңнан астам мектеп, 800-ге жуық колледж, 6 миллионнан астам бала мен 500 мыңнан астам педагог. Сондықтан жүйені үздіксіз сапалы дамыту ведомствоның маңызды міндеті. Оларды жүзеге асыру мақсатында жыл сайын қомақты жұмыс атқарылады. Биыл жүзеге асырылған істердің бір қатарына тоқтала кетсек. Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеуді дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Биыл 67 мың жаңа орын пайдалануға берілді. Мектепке дейінгі ұйымдардағы орындарды бөлуде ашықтық пен айқындықты қамтамасыз ету мақсатында балабақшаға кезекке қоюдың бірыңғай деректер базасы әзірленуде. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграция жүргізу арқылы ата-аналардың құжаттарды жинауы қажет етілмейді. Енді барлық деректер автоматты түрде расталмақ. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды қолдау мақсатында 1 қыркүйектен бастап балабақшаға баратын 97 мыңнан астам бала тегін тамақпен қамтылды. Салаға кәсіби мамандарды тарту мақсатында қыркүйек айынан бастап тәрбиешілердің жалақысы 30%-ға артты. Және бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасады. Мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл бағытта оқу-ағарту министрлігі, ішкі істер, төтенше жағдайлар, қорғаныс, денсаулық сақтау министрлігімен және жергілікті атқарушы органдармен бірлесе жұмыс жүргізуде. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін білім беру ұйымдарындағы сақтық шаралары күшейтілді. Бүгінгі күні білім беру мекемелері техникалық жағынан 100% жарақтандырылды. Бейне бақылау камералары, дабыл түймелері, турникеттер қойылып, арнайы күзет қызметкерлері тартылды. Балаларды зорлық-зомбылықтан, суицидтің алдын алудан қорғау, олардың құқықтары мен әл-ауқатын қамтамасыз ету бойынша кешенді жоспары қабылданды. Биылғы жылдың тағы бір жаңалығы біртұтас тәрбие бағдарламасы қабылданды. Тәрбие мәселесіне баса көңіл аударылып, әзірленген бағдарлама барлық мектептерде енгізілді. Бағдарламаның басты ерекшелігі бала тәрбиесінде ата-ана, мектеп, қоғам ынтымақтастығын нығайту. Сонымен қатар әр ата-ананы педагогикалық тұрғыдан сүйемелдеу мақсатында барлық білім ошақтарында ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы ашылуда. Бұған дейін еліміздегі 9 өңірде ғана оқушылар тегін ыстық тамақпен қамтылған болса, биылғы 1 қыркүйектен бастап барлық өңірдегі 1,4 миллион бастауыш сынып оқушысы мен 5-11 сыныптар аралығындағы 200 мың әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалары мектептерде тегін тамақтануда. Бүгінде министрлік тамақтандыру жүйесінің нормативтік құқықтық базасын жетілдірді. Атап айтқанда, қызмет көрсетушілер алдында СЭС қорытындысын алуы тиіс. Қамқоршылық кеңес, ата-аналар комитеті, мектеп әкімшілігі, медицина қызметкерлерінің өкілдерінен құралған бракераж комиссияларының қызметі күшейтілді. Біздің аспаздар өте дәмді тамақтарды пісіреді. Ол тамақтар менің анамның тамағына өте ұқсайды. Биыл елімізде 132 мың орынға арналған 154 мектеп ашылды. Жаңа нысандарды іске қосу арқылы 12 апатты және 29 3 ауысымды, 32 тозығы жеткен мектептің мәселесі шешілді. 92 мектепте оқушы орындардың тапшылығы жойылды. Алдағы 2 жылда барлығы 740 мың орындық 369 жайлы мектеп салу көзделуде. Сондай-ақ 210 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Қала мен ауыл арасындағы білім беру сапасының алшақтығын қысқарту мақсатында 1000 ауыл мектептерін жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар робот техникасы, STEM, химия, физика, биология пәндерінен 1000 заманауи кабинеті ашылды. Қазіргі таңда мұғалімдердің жағдайы өте жақсы жасалуда. Бұрынғыдай қағаз бастылық, көше аралау деген сияқты өзіміздің жұмысымыздан тыс жұмыстардың барлығы алынып тасталынды. Ол біздің жаңағы мемлекеттің жасап жатқан мұғалімдерге үлкен
бір жеңілдігі, жетістігі деп түсінеміз. Биылғы оқу жылында 772 колледжде 531 мың студент білім алуда. Оның 341-і мемлекеттік тапсырыс бойынша оқиды. Президент тапсырмасын орындау мақсатында алдағы 2 жылда жастарды сұранысқа ие мамандықтармен 100% тегін қамту көзделуде. 2025 жылы мемлекеттік тапсырыс көлемі 155 мыңға дейін артады. Оның 70%-ын техникалық мамандықтарға бағыттау жоспарланған. Биылғы оқу жылынан бастап студенттерді әлеуметтік қолдау мақсатында стипендия 50%-ға өсті, ал келесі жылы тағы 50%-ға арттыру көзделіп отыр. Осы жылы студенттерге жағдай өте жақсы жасалды. 50%-ға стипендия көтерілді. Жатақханасыз қалған бірде-бір студент жоқ. Бүкіл жағдаймен қамтылып қойған. Президенттік жастар кадрлық резервінің үлгісі бойынша білім берудегі жаңа өзгерістің 1000 көшбасшысы іріктеліп, пилоттық режимде даярлаудан өтіп жатыр. Педагогтерді аттестаттауға және біліктілікті арттыру жүйесіне қойылатын талаптар қайта қаралуда. Ұлттық платформа негізінде мұғалімдерді аттестаттау процесі автоматтандырылуда. Платформа 2024 жылдың қаңтарында Шығыс, Батыс, Солтүстік және Түркістан облыстарында пилоттық режимде іске қосылмақ. Бүгінде оқу ағарту министрлігі халықаралық тәжірибені ескере отырып, білім беру сапасын одан әрі арттыру үшін 5 негізгі бағыт бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде. Атап айтқанда, білім берудегі жаңа өзгерістердің 1000 көшбасшысы кадрлық резервін қалыптастыру, 21 ғасырдағы дағдылар мен құзыреттерді дамыту үшін оқу бағдарламаларын жаңарту, ауыл мектептерін қолдау жөніндегі кешенді бағдарламаны іске асыру, педагогтерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру, жайлы мектеп ұлттық жобасы шеңберінде жаңа мектептер салу, қалған білім ошақтарын жаңғырту, инфрақұрылымын дамытуға қатысты кешенді жұмыстар қолға алынды. Бұл шаралардың барлығы биыл үкімет қаулысымен бекітілген мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында қамтылған.